Ағымдағы жылдың 21 мен 23 аралығында нөмірі 2-ші мектеп оқушыларынан құралған Нұршуақ пен Болашақ атты қос команда Алматыға жол тартқан еді. Бұндағы мақсат педагогика ғылымдарының докторы, профессор Нұрша Оразахынованың рухани жаңғыру жағдайында сатылай кешенді оқыту технологиясы мен жаңартылған білім беру мазмұнының үйлесімділігі атты 9-шы республикалық форум мен тілім менің тірлігімнің айғағы атты республикалық ауызша командалық олимпиадасына қатысу еді. Айлар бойғы тынымсыз дайындық ақталып, аталмыш шарадан осы білім ошағының шәкірттері бас жүлдемен 2-ші орында еншілеп қайтты. 2017 жылы қыркүйек айында мектебімізде профессор Нұрша Алжанбайқызының сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша тәжірибе алаңы ашылған болатын. Осы алаңның бірінші жаршылық қорытындысы ретінде облыстық семинар өткізді қаңтар айында, ал сәуір айында осы Нұрша апайдың қатысуымен қалалық ауызша командалық олимпиада өтті. Осы ауызша қалалық олимпиададан 2 жүлделі орын республикаға жолдама алды. Міне нәтижесінде біздің оқушыларымыз 1 гран-при және 2-ші орын иеленді. Білім додасына 6, нақтырақ айтсақ қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі, тарих, ағылшын, биология, география пәндерінен қатысқан жеңімпаз шәкірттерге күні кеше қаламыздың білім бөлімі мен аталмыш мектеп басшылығы құрмет көрсетті. Шара барысында алғашқылардың бірі болып құттықтау сөзін алған мектеп директоры Сәуле Қажыбекқызы оқушыларға арнайы марапаттарын да тапсырды. Әлбетте, әрбір жемісті оқушының артында білікті ұстаз тұрады. Осы уақыттар бойы тынымсыз еңбектің арқасында оқушылардың бойына алғырлық ұялатқан бір топ ұлағатты ұстаздар қауымына да ізгі тілектер төгіліп, лайықты түрде марапатталды. Бір ұжым осындай оқушыларды жетістікке жеткізіп отыр. Сондықтан сол мұғалімдерге менің алғысым шексіз. Алда да осындай жетістіктерге жете беріңіздер деймін. Биіктен осы мектептің абай мектебі биіктен көріне берсін. Қаламыздың атын республикалық деңгейде осындай керемет оқушылармен шығара беріңіздер. Айта кетейік, қаланың атын республикада қорғау мүмкіндігі жайлы ұстаздар тарапынан туған ұсынысты қабыл алып, сапарды ұйымдастыруда мұрындық болған қалалық білім бөлімі мен Екібастұз келешегі үшін қоғамдық бірлестігіне мектеп басшылығы атынан да алғыс жарияланды бұл күні. Ал биылғы оқу жылын жемісті әрі жеңісті аяқтаған қос команданың мүшелері болса, бұл сапардан тәжірибе жинақтағандарын жасырмады. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын дей отыра, осы қазақ тілін, үш тілді қолдай отыра, қалалық ауызша олимпиадаға барып, Нұрша апайдың арқасында біз көптеген жетістіктерге жеттік. Алматыға барғанда біз форумда выступать етіп, көптеген өзімізге тәжірибе алдық. Көптеген профессорлар бізді мақтады. Біз өзіміз біздің бәсекелестеріміз өте көп болды. Нұрша апайдың арқасында біз сатылай кешенді оқыту технологиясы арқылы барлық пәндерді меңгеріп көптеген жетістіктерге жеттік. Ел көлеміндегі жеңісті қаламызға сыйлаған балаларының бұл жетістігін естігендегі ата-аналар қуанышының жөні бөлек. Тіпті кейбірі сол сезімін жеткізіп те көрді. Қалай сізге айтсам екен, оны сөзбен алып айтып жеткізу қиын әрине. Көзімізге жас келді әрине, қуанып бір-бірімізді құшақтап, қолма-қол мұғалімға звондап жатырмыз, хабарласып жатырмыз, рахмет айтып жатырмыз. Қазақта айтады ғой, баласы бәйгеге шапса, анасы тақымын қысып отырады деп, бәрімізде дайындалғанына бәріне қуанып, қалай өтеді екен деп, басқа қалаға барғанына бәріне қобалжып отырдық, енді өзіміз бірге барғандай болдық. Ұстаздарға рахмет, өте көп рахмет. Осы балаларымызды қолдап, тәрбие бергендеріне, осындай азаматтарымыз өсіп келе жатқанға өте қуаныштымыз. Бүкіл республика бойынша Абай атындағы қазақ мектебінің атын шығарғанына өте қуаныштымыз. 600-ден астам шәкіртке сапалы біліммен қатар тағылымды тәрбие беріп отырған мектептің бұл бағыт бойынша аяқ алысы осындай. Білім мекемесінің басшылығы болса, оқытудың дәл осы технологиясының алаңын кеңейтуде жоспарда бар дейді. Яғни бүгінге дейін оқушылар осы технология бойынша 6 пәннен білім көкжиектерін кеңейтіп келсе, келешекте
келешекте олардың қатары толықпақ. Сонымен қатар келесі олимпиадада осы мектептің бастауыш сынып оқушыларының да қатысуы ғажап емес. Былайша айтсақ, елге танымал тұлға Нұрша ханымның сатылай кешенді оқыту технологиясы. Бұл білім ошағы шәкірттерінің білім сапасын арттыруда оң әсер беруде. Ендеше жеңісті күндеріңіз көп болсын. Дәрия Досмағанбетова, Геннадий Дробец, арнайы жаңалықтар үшін.